Жай адам оны сүт дейді. Ал IQ-і 300 адам оны түрмеден қашудың кілті ретінде көреді. Сәкең оның пленкасын алып, сырттан келгенде есіктегі құлыпқа жабыстырды. Осылайша күзетші кодты енгізгенде саусақ іздерін алуға болады. Барлығы 4 таңбалы код, 16 түрлі мүмкіндік. Ал енді парольді тексеру. Әуелі қағазды кішкентай доп қып, сосын тіс пастасымен қатырып, бірнеше рет қайталайды. Содан кейін бәрін қағазбен орап, соңында пішіндейді. Түрме күзетшісі оның манжеттерін ашқанда қағазды алып құлыпқа тығып қойды. Түрмеден қашудың 3 шарты болуы керек. Бірінші, түрмедегі жұмыс пен демалыс уақытын жақсы білу. Алғаш келгенде Сәкең жағдайды бақылап үлгерген. Күзетшілер тұтқындарды қайтарған сайын бірге темекі шегуге шығады. Қашуға 7 минуттай уақыт бар. Екінші, түрменің осал тұстарын табу керек. Түрменің іші қатал, бірақ қасындағы өрт сөндіру бекеті әлсіз. Сосын түрме күзетшісінің сыртқа шыққанын күтті де, терезені оңай ашып, құпия сөздерді бір-бірлеп сынап көрді. Шыға салып алдымен камераны 10 минут бұрынғы қалпына келтірді. Жақын жердегі желдеткіш құбырды ашып, өрт сөндіру бекетіне барып тез арада арнайы киімді киді. Енді үшінші шарт, сыбайлас. Сырттағы серігі бомбаны келіскен уақытта жарып, өрт сөндірушілер дереу жолға шығады. Ол тек көліктің астына тығылып, олардың өртті сөндіруін күту керек. Содан кейін оңай кете алады. Күзетшілер Сәкеңнің жоқ екенін білгенде тым кеш болды. Келесі секундта Сәкең түрме бастығына келіп, түрмеден қашу процесін айтып берді. Иә, Сәкең джейлбрейктің шебері. Ол түрмелердің федералдық бюросына елдегі түрмелердің қауіпсіздігін тексеру үшін жалданған. Ол 7 жыл ішінде 15 түрмені сынақтан өткізді. Осы күні CIA қызметкері келіп Сәкеңді бір қаншерлерді қамаған түрмені тексеріп беруін өтінді. Бірақ бұл түрменің орнын ешкім білмейді. Бұл бұйрық өте қауіпті болғанымен Сәкең тартынбай келісті. Кетер алдында жаңа тұлғаны дайындап, қолына позициялау жүйесінің чипін орнатты. Көп ұзамай Сәкең ұсталды. Бір ойламағаны олар Сәкеңді құлатып, сосын білгендей позициялау чипін алып, ақырында анестетик уколын салды. Оянғанда Сәкең аңырап ана қалды. Бұл әлемдегі ең қатаң түрме. Шыңдалған әйнекпен қоршалған, ішінде 360 градустық камералар, күзетшілер байланысқа түспеу үшін барлығы бетперде киеді. Сәкең бұл түрменің қарапайым емес екенін түсінді. Содан кейін ол түрме бастығына эвакуация кодын айтты да, бұл тексерістен бас тартам деді. Бірақ оның не туралы айтып жатқанын ол түсінбеді. Барлық адамды бір аймақта қарайды. Ал бұнда Сәкеңді бірнеше адам қоршап алды. Олар новинки Сәкеңе бір сес көрсетпекші. Сәкең ойланбай шақаң еткізді. Қарсы жақ жабылайын деп еді. Бір адам бәрін тоқтатып, Сәкеңді қоршаудан алып шықты. Ол өзін Дәкең деп таныстырды. Бірақ Сәкең онымен сөйлескісі келмеді. Алайда көп ұзамай өзіне көмек керек болды. Түрменің қалай орналасқанын анықтау үшін ол жанжал шығарғандарды қамауға арналған бөлмеге баруы керек. Дәкең келісті де шақаң еткізді. Тез төбелесе бастады. Екі күзетші жүгіріп келіп, екеуін де қамау бөлмесіне алып келді. Бірақ келе салысымен жарықтан Сәкең көзін аша алмай қалды. Сипалақтап жүріп ақыры бір бондты көреді. Шыққаннан кейін дәрігердің демал деген сөзіне қарамай ертеңіне Дәкеңе көргенін айтып, 3 дюймдік темір керек екенін айтты. Бұны естіген Дәкең тіке түрме бастығына барды. Ол Дәкеңнен басқа тұтқынның тұрған жерін аламын деп үміттенген. Бірақ Дәкең орнын айтпай орнына дөрекі сөздер айтып, бастықты ашуландырды. Жаза біткенше тез арада темір тығынды тығып алып, шыққаннан кейін затты Сәкеңе берді. Осыдан кейін Сәкеңге өзін қысқаша таныстырып, және оңаша бөлмеге қайта кіруіне көмектессең деп айтты. Артынша ол түрмеден қашқанда Дәкеңді ертіп қашады. Тамақ ішіп отырғанда Дәкең бір қылмыскерге келіп, оған әдейі тиісініп төбелесті. Осылай бәрі қамау бөлмесіне қайта кірді. Сәкең осы аралықта металды алып бондтарды күйдіріп көп ұзамай барлығын алып шықты да Дәкеңе белгі берді. Мұны естіген ол тез арада камерадан көмек сұрайды. Сәкең камераны жасырған нанымен тосып, еденнің астына кіріп, шығу жолын іздеді. Дәкең қарауылдың назарын аудара берді. Сәкең өрмелеп жүріп байқаусызда бір сымды үзіп алды. Ішіндегі су атқылай бастады. Амалсыз жоғары көтерілді. Көтеріліп сыртқа шыққанда аңырап қалды. Бұл ептігідік түрме теңізде екен. Су құбырлары бүлінгендіктен барлық бөлмелер суға толып кеткен. Күзетшілер барлығына қамау бөлмесінен шығуын бұйырды. Сәкең асығыс келіп бондтарды орнына қойды да тез арада шығып кетті. Бірақ ол білмегені, түрме бастығы жерден бондтарды тауып алған. Сәкеңнің кім екеніне күдіктеніп, оны жіберген адамнан сұрады. Ол адам оған Сәкеңнің шынайы ақпаратын берді де, бұл өмірде Сәкеңді ешқашан сыртқа шығарма деп ашық айтты. Сәкең ұйықтайын десе, күзетші оны әдейі ұйықтатпайды. Шыдамай ұйықтап қалса, оны соққыға жығады. Үздіксіз азаптау Сәкеңді әбіржіткені сонша, тіпті күн сайын медпунктқа баруға мәжбүр. Түрме күзетшілері оның жігерін бұздық деп ойлады. Бірақ Сәкең әлі де түрмеден қалай құтылуды ойлап жүрді. Ол бірер заттармен қарапайым секстантты жасады. Бірақ оларға оны істетуге мүмкіндік жоқ. Сондықтан олар қарсыласы тоқырмен күш біріктіруді шешті. Мақсатты естіген тоқыр бас тартпады. Сосын ол бастықты тауып алып, біреудің түрмеден қашқысы келеді, бірақ маған аспанға қарап дұға жасатпасаң кім екенін айтпаймын деді. Бастығы келісті. Түрме күзетшісі тоқырды аспанды көре алатын жерге алып келді. Ол намаз оқитындай кейіп танытып, өз орнын белгіледі. Сәкең кеше ғана кіргендерден уақытты сұрап, тоқырдың орны мен судың бағыты арқылы олардың қазіргі орналасқан жері Марокко жағалауына
туыстарына жақын болуы керек деп ойлады. Дәкең оған бұл жерде адамдары бар екенін айтты, бірақ хабар жіберу оңай емес. Сәкең амалсыз өтірік ауырып, дәрігерге өзінің кім екенін айтып көмек сұрады. Ақпаратты тексергеннен кейін дәрігер оған сөз жеткізіп беруге көмектесуді ұйғарды. Ал тоқыр сақшыға Сәкең түрмеден қашады деп айтты. Күзетші оны бақылағанда оның Шерлок Холмс кодын таратып жатқанын көрді. Аудару арқылы ертең таңертең С районынан түрмеден қашатынын білді. Басшы тез арада қорғауға 5 есе көп адам жіберді, бірақ көтеріліс Б районында болды. Сәкең күзетшіні құлатып, қаруын алып, камерадан бақылаушыны мазақ етті де камераны шағып тастады. Істің қиындасқанын түсінген түрме бастығы түрмені толығымен жауып тастауды бұйырды. Қашу барысында тоқырға оқ тиеді. Сәкең оларға көтеріле беріңдер, мен тоқты тоқтатамын деп айтты. Тоқыр бұл уақытта шыға алмайтынын біліп, оған уақыт созып беруді ұйғарды. Сәкең жолға шыққанда тоқыр атыс кезінде қаза тапты. Сәкең электр қуатын сөндіргенде түрменің іші әп-сәтте қараңғыланып кетті. Дәкеңде кеме үстіне шыққанда оны құтқаруға келген ұшақ та келіп жеткен. Алайда ол қашып кетпей керісінше Сәкеңді күту үшін күзетшілерге оқ жаудырады. Түрме бастығы Сәкеңді іздеп, қуат көзін қалпына келтіруге адамдарды жіберді. Ал Сәкең бұл уақытта су қоймасында болатын. Тоқ қосылғаннан кейін су ағысымен шығып кетті. Оны қарсы алу үшін ұшақ та төмен түскен. Күзетшілер Сәкеңе қайта-қайта оқ жаудырды. Дәкең мылтықты беріп еді. Ол тікелей мұнай цистернасын атты. Сосын олар жағаға жеткенде бір көлік келіп тоқтады. Түсіп келген адам Сәкеңді таң қалдырды. Бұл адам сол кездегі CIA деп келген адам. Ол Дәкеңнің қызы екен. Олар Сәкеңді табуының себебі Дәкеңді түрмеден алып шығу еді. Бірнеше күннен кейін Сәкең қалыпты өмірге оралды. Ал қастандық жасаған адам кемеде болған контейнерге қамалған, табылған кезінде әлдеқашан өліп бітеді.